Антибиотиктердің дозасын қалай есептейміз? Біз антибиотиктерді таңдаған кезде ересектерге бір бөлек, балаларға бір бөлек ережемен қолданатын боламыз. Ересектер күніне антибиотиктерді бір немесе екі мезгіл алуы мүмкін. Олар миллион, 2 миллион, 2,5 миллион единица қабылдаса, ал балаларда олардың дозасы мүлдем аз болуы мүмкін. Енді қараңыздар, жалпы антибиотиктерді қолданған кезде біз оны 1:2 немесе 1:1 қатынасында ерітіп дайындауымыз мүмкін. Балаларға келген кезде белгілі бір ережелерді сақтауымыз керек. Балалар суточный доза дейміз, ол 50, 100, 150 миллиграмм болатын болса, соны біз балаңыздың весіне көбейтеміз. Балаңыз 15 килограмм болса, соны 100-ге көбейтесіз, 1,5 миллион шығады. 1,5 миллионды 2-ге бөлесіз, яғни ол 2 сіздің күнделікті қабылдайтын уақытыңыз. Таңертең кешке қабылдайтын болса, күнделікті 750 шығады. Таңертең 750, кешке 750 қабылдау керек. Антибиотиктерді қабылдаған кезде өте абай болу керек, себебі олардың беретін побочный эффекттері көп болуы мүмкін. Ал олардың дозасын сақтау өте маңызды. Дозасын есептеген кезде біз 1:2 қатынасын қолданатын болсақ, ол кезде сіз 1 граммдық антибиотикті 5 миллилитрге ертесіз де, соның ішінен балаңызға қажетті дозаны енгізетін боласыз.